Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен табиғат құбылыстары бөлімінің бірінші сабағы күн райы болжамы тақырыбын өтеміз. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдем первую тему раздела «Природные явления. Күн райы болжамы. Прогноз погоды». Жаңа сөздермен танысайық. Новые слова. Прочитайте, напишите в словарь и обязательно выучите эти слова. Ашық, ясно, бұлтты, пасмурно, жаңбыр, дождь, жылы, тепло, күн райы, ауа райы, погода. Менімен бірге оқы, прочитай вместе со мной. Жаңбыр, дождь, бұлтты, облачно, ашық, ясный, жылы, тепло, суық, холодно. Мәтінді тыңдап, кестені толтыр. Послушай текст и заполни таблицу. Ауа райы болжамы. Ертең Алматыда күн жылы, сынап бағанасы 7 градусты көрсетеді. Ал Семейде күн бұлтты, сынап бағанасы 0 градусты көрсетеді. Ақтөбеде жаңбыр жауады, сынап бағанасы 2 градусты көрсетеді. Подумай и ответь на вопросы. Ойланып сұраққа жауап бер. Күн райы болжамын кім айтады? Күн райы болжамын қайдан білуге болады? Ауа температурасы көрсететін құрал қалай аталады? Сынап бағанасы 0-ден жоғары болса нені білдіреді? Сынап бағанасы 0-ден төмен болса нені білдіреді? Сынап бағанасы 18. Сұрақтардың жауабы. Күн райы болжамын синоптиктер айтады. Күн райы болжамын ауа райы бағдарламасынан көруге болады. Ауа райы температурасын көрсететін құрал термометр деп аталады. Сынап бағанасы 0-ден жоғары болса, күннің жылы екенін білдіреді. Сынап бағанасы 0-ден төмен болса, күннің суық екенін білдіреді. Сынап бағанасы 18 градус болса, күн жылы болады. Картаны және де келесі сөздерді қолданып, ауа райы болжамын айт. Расскажи про погоду, используя карту и следующие слова. Күндіз, днем, түнде, ночью, сынап бағанасы, синоптиктердің болжауынша, синоптиктердің айтуынша, по прогнозам синоптиков, төмен, низкий, жоғары, высокий, будет показывать, көрсетеді, бұлтты, облачно, ашық, ясный, жаңбыр, дождь, жаңбыр жауады, будет дождь, күн райы болжамын ұсынамыз. Танысыңыз, ознакомьтесь, бүгінгі, сегодняшний, ауа температурасы, мәлімет бойынша, тележүргізуші, көрермен. Мысалы, құрметті көрермендер, ертеңгі күн райымен таныс болыңыздар. Ертең Ақтөбеде күн бұлтты болады. Сынап бағанасы 16 градусты көрсетеді. Жаңбыр жауады. Қарама-қарсы мағыналы сөздерді тап. Антоним. Найди антонимы. Жоғары, төмен, күндіз, түнде, ашық, бұлтты. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар. Спасибо за внимание. До свидания.